Assalomu alaykum. Abdusaid Malik bin Sinan Al-Худри радиаллаху анхума баяндайды. Ансарлардан bir qancha адам Алланың елшісіне саллаллаху алейхи вассаламға келіп ажаттарын айтқанда, Алланың елшісі аларға сұрағанын берді. Баяғы топ азырақ мезгілден соң дағы сұрашты, ал дағы берді. Алар дағы сұрашты. Ал қолда барын қойбостан берді. Анан қолында болғанын таратып өткен кезде аларға мындай деді: қолда барын сілерден аябайм. Ким бирөөдөн bir нерсе сұрағандан тартынса, Алла Таала анын абирин сактайт. Ким башкалардан сұранбай абирди жашаса, Алла Таала аны токпейил барктуу кылат. Ким токпейил болсо, Алла Таала аны башкага муктаж кылбайт. Сабырдуулук көрсөткөндү Алла кайраттуу кылат. Эч кимге сабырдуулуктан артык жакшылык насип болгон эмес.